Улы даланың рухы оянған ұрпақ. Көк пен жер түйіскен қасиетті мекенде даналықтың шамы алғаш шағылды. Сол бір ұлы заманда халықтың үні естіліп, ақыл мен кеңеске негізделген жаңа дәуір басталды. Осы ұлы көштің басында елдің рухын біріктірген бірлік символы түрік ата ел алдына шықты. Түрік ата: мен Нұхтың ұлы Жапастың перзентімін. Маған ақыл парасатым үшін түрік деген ат берілді. Ұрпағым көбейді, жерім кеңейді. Бірақ кең даланы ұстап тұру күшпен емес, бірлікпен. Енді енші бөліп, елді жүйелеу керек. Бірақ мен жалғыз шешім қабылдамаймын. Мен халықтың үнін тыңдаймын. Бүгіннен бастап біз құрылтай құрамыз. Неге біз жерді бөлісуіміз керек? Күшті рулар бәрін иеленуі тиіс. Жоқ, егер әркім өз билігін жүргізсе, ел ыдырайды. Тоқтаңдар. Біз бір-бірімізге жау емеспіз. Біз бір тамырдан тараған елміз. Егер бірлік болмаса, дала бос қалады. Ұрпақ жетім қалады. Сол сәтті алғаш рет тарихта ерекше шешім қабылданды. Билік бір адамның қолында емес, халықтың келісімінде. Кім келседі? Алға шықсын. Мен келсем, ел үшін біз де біргеміз. Келсеміз. Бірлік бар жерде тірлік бар. Кеңес бар жерде әділдік бар. Біз бір елміз. Біз түрікпіз. Уақыт өтті, ел өсті. Бірақ елді ұстаттыру үшін енді бірлік жеткіліксіз еді. Халыққа тәртіп керек болды. Ортақ заң керек болды. Берік билік керек болды. Сол кезде тарих сахнасына Оғыз хан шықты. Уа, ұлдарым, мен сендерге тек жер емес, жауапкершілік бөліп отырмын. Мына алтын садақ биліктің нышаны. Бұл бозоқ, оң қанатқа бұйырсын. Ал мына үш жебе, үш оққа аманат. Себебі жебе, бірлік. Үшеуі бірге болса ғана мықты. Әке, неге билік бізге, ал күш оларда? Бұл әділдік пе? Жебе әлсіз емес. Біз де ел қорғаймыз. Бірақ бізге сенім керек. Тоқтаңдар. Билік үстемдік емес. Билік жауапкершілік. Егер садақ жебесіз болса, ол бос ағаш. Ал жебе садақсыз болса, ол бағытсыз. Жеке болсаң әлсізсің. Ал бірге болсаң, сені ешкім жеңбейді. Естеріңде болсын. Елді басқару үшін құрылтайдың пәтуасынан аттамаңдар. Ант етеміз. Бірлікті бұзбаймыз. Құрылтай сөзін аттамаймыз. Уақыт тағы да сынаға келді. Ұлы дала бытыраңқы еді. Рулар өзара қақтығыста өмір сүрді. Жерде тыныштық азайды. Елдің болашағы бұлыңғыр тартты. Бірақ көк тәңірінің әмірі бар. Жер мен көктің арасындағы тәртіп орнауы тиіс. Бүгіннен бастап Темучинді Шыңғыс хан деп атаңдар. Оның билігі шыңдай биік, мұхиттай терең болсын.
Бүгін мені хан көтердіңдер. Бірақ бұл құрмет емес, ауыр жүк. Егер мен әділеттен тайсам, мені тоқтатыңдар. Егер мен елді бөлсем, мені тыңдамаңдар. Менің әрбір бұйрығым ұлы яса. Бірақ мемлекеттің тағдыры құрылтайда шешіледі. Хан ием, сіз де осы заңға бағынасыз ба? Мен де, менің ұрпағым да құрылтай шешіміне бақынады. Әділдік үшін, бірлік үшін, ел үшін ант етеміз. Ғасырлар өтті, талай заман ауысты. Бірақ далада тағы бір шешім қабылданды. Бұл жай ғана шешім емес еді. Ел тағдыры таразыға түсті. Бұл жол оңай жол емес. Бірақ бұл еркіндікке бастайтын жол. Біз бөлінген жоқпыз. Біз жаңа елдің іргесін қалап келеміз. Бұл халықтың таңдауы. Бұл қазақ деген елдің бастауы. Бірақ еркіндікке жету жеткіліксіз еді. Оны сақтап қалу керек болды. Сол кезде ұлы далаға жоңғар қаупі төнді. Біріксек елміз, бөлінсек жембіз. Біз бүгін ордабасы құрылтайында бас қостық. Дау бітеді. Бірақ ел кетсе, қайтып келмейді. Егер ел сенсе, мен қол бастаймын. Бірақ мен жалғыз емеспін. Менің артымда біріккен халық тұруы тиіс. Жоңғарға қарсы бар қазақ бір тудың астына жиналсын. Бұл құрылтайдың пәтуасы. Ғасырлар өтті. Бірақ ұлы даланың үні өшкен жоқ. Құрылтай тарихта қалған ұғым емес, ол қайта оралған рух.